Тұрсын шешкен ба? Иә, жалаңаш просто бүлдірет етіп тастаған көтенін. Менде сондай момент бар. Акиге бар. Сенікі ма? Бірақ бізде ондай не емес. Комадан шығады да, ағасын құшақтайды бүйтіп. Сол кезде артында бүйтіп, жай бүйтіп ашылады. Қалат ашылады бүйтіп. Бірақ шешіп тастап былай жүгіріп жүрген жоқсың бүйтіп алып, иә? Нәзік тықтық енді, бірақ енді соны тоже қорқып отырмын. Ертең мыналар шеше. Жан жаққа кетіп, көтін көрсетіп кетті деп айтпаймын деп. Мен оның... Жоқ, әдем болып тұрса, вопрос жоқ. Жоқ, көтен әдем болып тұр. Болды да, ешке проблем жоқ. Ол жерде не көрермендер сәл түсіндіріп кетейік, иә? Иә. Ол 7-ші қыркүйек күні шығатын «Әкеге апарар жол» фильмінің түсірілімінде болған оқиға. Иә. Как раз сіз қонаққа келдіңіз сол күні. Иә. Больницаны түсіретін кезде. Өзімде бірдеңе, енді өзің киноң болғаннан кейін барын салуға тырысып жүреткесінде, так, не істеуге болады деп. Сол бір нәзік жерімді бүйтіп пұх өткізіп Тимур Дулатов пен Самат Сыржанов ұстап алды да. Қазір комадан шығатын жерде. Көрсетейік деді ма сәл? Иә. Негізі заң бойынша енді ол комада еще менің кішігірім спойлер болсын. Немді шек қарынды ақтаратын сондай бір шек қарынды ақтаратын жерде енді анау. Енді явно ол жақта адамның жалаңаш тәні болады. Киіммен істемейді. Трикомен жатқан кезде жасамайды ғой. Иә. Соға керек жерін ғана кесу деген жоқ қой. Не жарап тұр, соның бәрін кесейін деп тұр ғой. Сөйтіп сценарий бойынша сөйтіп тез бір жеңіл халат киемді, арты ашық халаттар болады ғой. Иә. Соны киемді қашу керекпін. Сөйтіп қашып келе жатамын да, ағамды көріп қаламын да. Сөйтіп соны құшақтаған кезде сәл арты ашылып қалады. Сөйтіп жаңағы халаттың арты ашылып қалады да. Иә. И жаңағыдай жарқырап ботақан қарсы алады. Жоқ, әдемі. Көрсетесіңдер ғой, иә? Енді мен әлі ойланып отырмын, бірақ енді ол жерде енді біз жалаңаш жүгіріп жатқан жоқпыз деп. Ол енді сюжетте бар нәрсе ғой, иә? Бар нәрсе енді. Сен жоқ нәрсе емес. Жоқ нәрсе емес. Одан кейін енді шынайы нәрсе ғой енді. Шынайы нәрсе. Әңгіменің шыны керек. Өзім кином болғасын көрсеттім. Дұрыс. Өзіңнің киноңмен құттықтаймын. Рахмет. Мен «Әкеге апарар жол» деген кино түсіремін деп сен айттың ғой алғаш. Сол кезде менде мынандай ой болды. Мына кинода әкесін түсінуге тырысатын сондай бір моменттер бола ма деп ше. Өйткені біз қанша жерден жаңағы ол әке деп қарағанмен, ол да адам ғой. Ол да пенде. Оның да жасайтын қателіктері бар. Кейде баласы ренжіп қалады әкесіне, кейде әкесі баласына ренжіп қалады деген сияқты. Сондай бір моменттер болады да. Мысалға мен өзімнің әкеммен қарым-қатынасым туралы айтып тұрсам, қызық едік, біз күшті араласатын едік. Әкем менің жалқау болатын. Сосын мен де жалқаумын. Екеуміз бірімізді әбден жаңағы именно осы тақырыпта қатты қинап әзілдейтінбіз, бір-бірімізге ауыр әзілдер айтатынбыз, жаңағы жалқаусың дейтін едім, сізге тартқанмын деп ше. Екеуміз ештеңе істемейміз. Менің ағам бар, інім бар, сол екеуі істеп отырады. Екеуміз сен жалқау деп отыратынбыз. Сөйтіп отыратынбыз. Мен соған біразға дейін бір ренжіп қалдым балалық кезде ше. Өйткені менің балалық шағым 90-шы жылдарға келді ғой. Қиын кезге ше. Ойлашы, сен туылдың, не да, бір айдан кейін желтоқсан көтерілісі, 5 жылдан кейін тәуелсіздік, валюта ауысады, бүкіл завод бәрі жабылады, еліміздің бір еркектерінің бір 80-90% ішіп кетеді, әйелдер ала сумка ұстап бәрі саудаға кетеді, рэкеттер пайда болады. Страшный кез еді ғой. Қазір енді жақсы ғой, тфай-тфай. Сол кездері маған бақытты кез болып көрінетін да. Өйткені бәріміз кедейміз да. Бәріміз кедейміз. Күшті бәріміз кедей болып жүреміз. Ештеңеміз жоқ ше бәріміздің. Сөйтіп уақыт өтеді, қараймыз, аналар бір куртка алып, бір дубленка алып, бір нәрсе үй алып, машина алып, бәрі өзгеріп жатыр да.
біз әлі бір деңгейде тұрық та. Сонда мен барып айтатынмын, ренжитінмін, неге біз что-то өзгермей жатырық деген сияқты ше. Енді баламын ғой енді. Сөйтіп реніштерімді сөйтіп айтатынмын, соны жаңағы ол жалқаулықта емес, мен кейін түсіндім ғой, енді әкем өмірден өтіп кеткеннен кейін деп ше, оказывается ол оған керек емес болған екен ол ше. Ол сондай болды, жаңа сен енді әкеңді айтып жатсың ғой, егер де бір не қылса бір елге ақыл айтатын бір азамат болар ма еді деген сияқты ше. Может керек емес болған шығар ол кісіге ше. Ол кісінің өзінің жан дүниесі бар, мүмкін мен оны түсінбей қалатын кездерім болатын шығар, бірақ бір момент болды да, сол енді ер баланың бүкіл менде ғана емес, бәрінде шығар, ер адамның бет түзейтін құбыласы ғой енді әкесі деген. Сөйтіп, блин, неге бұлай емес деген сияқты өзім іштей. Мүмкін адам енді әр сәт сайын есейеді ғой. Алыс уақытта бұрын болды деп айта алмаймын енді, осы кеше күнге дейін. Неге бұлай емес деп, қабай деп әкеме қарап, соның кездер болды. Сенікі де дұрыс негізі. Иә, болды. Бір уақыт, бір күні, енді мен әкем жаңағыдай дәл айтуға мен қазір айта алмаймын, бірақ бала кезден бір травмамен өсті әкем. Бір өзінің несі болды, травмасы болды. Соны өзі ылғи айтып отыратын тұғын. Өзі айтатын беді? Өзі айтады, бізге айтады, осында мен травма. Сосын мен жасқаншақ болып өстім деп ше, көп айтып тұрған сөзімді айта алмай, жетіп тұрған талантым, жетіп тұрған жерде оны көрсете алмай деген сияқты. Сөйтіп бүкіл есіктер маған жабық болып көрінетін деген сияқты жасқаншақтық сондай менде болды деп айтып отырады. Сөйтіп бір күні мен өзімнен де сол қасиетті байқаймын да. Көңілге қарамайтын жерде қарап ше, жасқанып, қабаққа қарап, енді ол әр қазақтың баласы тән шығар, бірақ енді бір кейде шектен тыс болып кетеді ғой. Керек емес жерде өз-өзімнен бір кішірейіп кетіп, енді жасқаншақтық өзімнен байқаймын ше. Ол 100% кетіп қалды деп айта алмаймын енді. Уақыт есейтеді, өсіреді ғой адамды, бірақ сондай бір білейін деп сөйтіп жүрген кезде әкем Әл-Фараби кетіп баратырық та. Артында інім бар, әкем көлге деп келеді. Вот сенің сол бойыңдағы жасқаншақтығың, сол бір айтар сөзіңді бір айта алмай қалатының, қабаққа қарап қалатының барлығы сол, барлығы үшін мен өзімді кінәлаймын дейді ғой. Сөйтіп өзімді кінәлаймын деген кезде 15 минут па өтірік айтпай ақ қойып, боздап жыладым. Машинаға отырып алып, әкем бүйтіп кетіп барады, кешірші балам деп, андай әлі денемді тітіркенеді ше. Өзімді кінәлаймын деген кезде бір кетіп баратырмын енді, еңіреп жылап отырмын ғой енді. Күтіп отыр, өзі андай бір ұстаз кісі ғой, психолог жаңағыдай, жылап ал деді, до конца жыла деді. Енді андай бір истерический жылаулар болады ғой андай. Осы бір жақын айларда негізі ше, ұзақ болған жоқ. Сөйттім да соны бүкіл нем шығып кетті ғой. Әкем жайлы бір ойларым, кейбір реніштерім болса, бәрі шығып кетті. Сөйтіп мен оған басқа ракурстан қарай бастадым әкеме. Әкемді түсіне бастадым ғой. Сол как раз осы фильм мен сөйтіп жүрген кездеріме тап болып қалды кәдімгі. Бүкіл ойымда әкем көбірек орын алып жүрген кезде, көңілім сол әкем көп алаңдап жүрген кезде осы фильм тұспа-тұс келіп қалды. Мен сол кезде таң қалдым ол өмірге. Не деген бұл бір Құдайдың бір сигналы шығар маған. Давай соберись, жаңағыдай ол кісіні басқа жағынан түсін деген сияқты бір. И кинода да көп жерлерді мен өзім әкеме айтып жатқан сияқты елестеттім. Мүмкін осы мен кейіпкердің орнына мен әкем болса не істер едім? Биттің басына барып айтатын жерлері бар. Сол кезде өзім әрең ұстап тұрып, жаңағыдай айтқан сәттер болды, сондай бір. Как раз жан дүниеме күшті бір сай келген кино болды ғой осы фильм. Айтылмаған нәрсем бар ма өзің әкеңе? Мен барлық эфирде айта алмаймын. Көп әкеме айтарым көп, ризашылығым көп.
мен енді сіз жаңа балалық шағыңызды айтып жатсыз ғой, мен мамам жұмыс істейтін Көкіл деген мектепте осы оқыдым. Шүкір, кішкене жаңағы тұйықтығымызды ашатын, жаңағыдай домбыра үйреткен, білім берген енді мектебімізге мүлдем өкпем жоқ та. Бірақ енді жаңағыдай енді менің жастық шағым әбден гүлденіп жатқан кез болды ғой енді. Иә. Байгедей уже анықталып сондай. Сол кезде енді мұғалім баласымын ғой, мектепте мұғалім баласымын. Частный мектеп, жекеменшік мектеп. Ол жерде Жүрсін Ерман жиені оқитын. Енді елге түсінікті болсын деп тұлғалардың атымен сол кезде танымал продюсер Жанна Будынұлы оқитын деген сияқты сондай бір қаймақтардың баласы оқитын, жағдайы бар кісілердің баласы. Кәдімгі көлік салыстырып отыратын терезеге қарап ше, екінші этаждан не деген көліктер мынау деп. Сол кезде бәрібір андай бір, ол балалық қой енді, ол енді кейін есейе келе бәріміз дос болып сөйтіп кеттік, бірақ бала кезде сенің үйіңде JTX көрсетпейді, сенің PlayStation'ың жоқ, PSP-ің қолыңда жоқ деп сөйтіп бетке баян қалған балалар андай не жоқ та, андай бір аяушылық деген особо мейірім жоқ ше. Тек дүние айтып күндесін бүрсіліп не айтсам екен деп отыратын тұғым қандай ше. Айта қойдың десең ана күштірек нәрсе дайындап келеді бір күнде. Біздің перде пультпен ашылады дейді. Деп оған ештеңе айта алмай қаласың ше. Біздің үйде перде болады дедің ба скоро? Біздің үйде бұйырса терезе болып қалады десең, оны айтамын. Сондай кедей тұрсаң. Жоқ, оны бірақ Аллаға шүкір, анам, шешем, әкем солардан қатарынан қалдырмай, жыл сайын шетелге шығаратын, мектебіміз шетелге шығатын домбырамен, соған қатарынан қалдырмай, көлікке жинап отырған ақшасын болмаса, басқа бір ауыздарынан жырып, сөйтіп соны мені де қосып жібереді арасына. Сөйтіп олардан кем-кетік болып қалдым деп айтамаймын, просто жаңағыдай болды дейсің ғой, моменттер болды. Қазір любойынан пиздеспін ғой десең, еба боқтап жібергенім ше. Ештеңе қойды. Енді мынандай нәрсе ештеңе қойды деп анонста жүрсек осымен. Ештеңе ма? Жоқ, вообще проблем жоқ. Неде сен өзің әкеңе ұқсайсың ба? Мен мысалға өзім әкеме ұқсаймын. Мен оны біразға шейін қабылдамай жүрдім да. Кейде болады, былай жатам да, қолымды мен жеріме қойып қоямын ше. Әкем тура осылай жататын ше. Сөйтіп оған ұқсамаймын деп алып, бір қырымен жатып, көрсетіп жүрдім да соған. Бірақ қалай неғыммен бәрібір ұқсаймын. Мен әкемнің жас кезіндегі, оқушы кезіндегі суреті бар ғой. Менің сол осы 5-6 жыл бұрынғы түрім мен бір дейді. Один в один ше. Түрім де ұқсайды, кейбір қимылдарым да ұқсайды ше. Ертең жаңа приложение бар, қартайған кезде қандай болсын. Тура әкем ойынды ше, один в один ше. Шошытуға болады ше, біраз адам ше, біраз туысқандары да сөйлеп ше. Сондайда ұқсайтын. Сосын жаңағы ұяда не көресің, ұшқанда соны ілесің дейді ғой. Өте орында айтылған нәрсе ғой. Мен жаңа әкеме реніштерімнің бірі сол жаңағы анама деген қарым қатынасы болды да. Мен бір рет жүрегімді ауыртып жіберген бір момент болды. 8 март жаңағы бәрі енді жаңағы әйелдерді құттықтап нетіп жатыр ғой сол кезде. Мейраммен қолымды кішкен. Мейраммен деді, өсе салды ғой. Кәдімгідей ше. Аман да үйреніп қалған бейт бала, рахмет дей салды ше. Мына жақтан тұрып, мен баламын ол кезде. 7 оқимын ба, 8 оқимын ба бірдеңе. Кәдімгі жүрегім ауырып кетті мен сол кезде. Неге олай істеді деп ше. Неге бір гүл әкеп бере салмады деген сияқты ше. Сөйттім да. Соны көріп өстім. Қарым-қатынас енді бір түрлі болды ше енді бұл. Қазір енді білмеймін, өмірден кеткен әкем де осы айтып отқан енді өзім әкем болғаннан кейін енді айтып отқаным ғой енді. Сөйтіп жүрді, содан кейін мен үйленем, мен жаңағы әйелімді кездестірем, сөйтіп жақсы көрем, сөйтеміз де екеуміз үйленеміз, үй боламыз. Вроде бәрі нормально, өмір сүріп жүреміз. Что-то бір түрлі болып жатыр енді қарым-қатынасымыз ше, әйеліміз екеуміздің. Неге деп нетсем,
мен тура папам сияқты болып жатыр екенмін да. Ал әйелім өскен отбасының моделі мүлде басқа да. Ол жақта әкесі бәрін осылайынан ұстап жүрген, алақанда ұстап жүрген, мамасын да, жаңағы әйелімді де. Ол басқа нәрсе көріп өскен да, мен басқа нәрсе көріп өскенмін. Екеуміз осылайынан кәдімгідей бір түсініспеушілік болды да. Кәдімгідей сонымен біраз жұмыс істеп, сөйтіп қазбалап келсек, шынымен ар жақта екен ғой. Не көрдім, соны ол не қылады екен, әсер етеді екен кәдімгідей. Дұрыс айтасыз. Мынау кәдімгі, мен ойлаймын енді любой бұл ер жігіттің жизасы шығар енді, басынан өткізетін жаңағыдай. Бұл жерде мүмкін мен мынау сұхбатымды әкем көріп отырса, мен дұрыс түсінеді деп ойлаймын. Ол оның да басынан өткен жағдай шығар. Мен оны қатты жақсы көрем, қатты сыйлаймын. Бірақ енді адам болғасын кезеген болады ғой, енді кезеңдер болады. Ол менің ақылым емес, может, менің есею процессім шығар деген сияқты сәттер мүмкін. Тоже жаңағыдай, мен что-то сол сияқты ойланып баратырмын. Деп дұрыс, сол сияқты ойланғаным дұрыс болып тұрса да, мүмкін басқа бір шешім қабылдап жіберу, ұқсамауға тырысу деген сияқты. Бірақ бәрібір түптің түбінде келесің да, шынымен берілесің өзіңнің сол табиғатыңнан алыс кете алмайсың бәрібір. Алма ағашынан алыс құламайды дегендей. Бірақ менің әкем андай кісі да тоже осындай. Мүмкін бұрынғының адамдар сондай болды ма, жаңағыдай. Енді романтик по-своему. Бірақ сыйлық беру, гүл әкеп беру деген жағдайлары бар тағы да енді. Ондайды қатырады дейсің ғой, Жоқ. Жоқ болды. Иә, сол. Сізге ұқсайтын жерлерді айтып жатырмын. Болмаса анамызбен қарым-қатынас деген жақтары бірде былай болып деген сияқты қалып жатқан кездер енді ол кісілердің де есею процесінде біз ес біліп деген сияқты болды ғой, бастан өтті барлығы. Бірақ әкем андай кісі да өзімен әрқашан іштей алысып жүретін, қазір соңғы жылдар бүйтіп айтатын болды. Енді барынша үйдегі әйелдерді қуантып жүруге тырысамын енді. Гүл әкеліп беріп, не істеп, сөйтіп айтады, балам, мен сенен үйреніп отырмын деп, алдында мысалы жаңа жылда мамама күшті дүке сыйлады. Сөйтіп осы несінде гүл сыйлап, сөйтіп бір сума түсіп қалса, жаңағы келінмен күшті сырласады да. Келіншегім не алып беріп қуантсам болады екен деп. Сондай бір басқаша процесте жүрді ол кісі. Соған қарап бір жағынан қуанам. Ол кісіге алғысым зор әрқашан. Уақыт өте келе қадірін түсіне береміз ғой. Сондай дүние. Бірақ анама ол кісіден мен үйренгенім, шешемді күшті келетеді ол кісі енді. О бастан. Махаббаттар енді сомдық или 40-тан кейін сондай болып кете ма махаббат дегенше. Кетіп қалған енді ана кісілердің махаббаттар. Иә. Ой деп андай. Жоқ енді папам енді жаңағыдай мужик қой енді былай енді. Маскулинный ма? Иә. Жоқ ондай тәртіп, не ой деп андай матриархат емес үйде. Бірақ андай бір махаббатын ашық айту жағын өлтіреді енді. Түкір жібергенмін. Махаббатын ашық айту жағын сол кісіден үйрендім деп айта аламын. Енді маған бар ғой, бұл тема бар ғой, өте бір нәзік тема болып тұр да, сосын мен ойым шаршап кетіп жатыр. Ше ғой, жоқ, әдемі айтып отырсың, маған ұнап ойым шаршап кетіп жатыр. Негізі айтарым көп, бірақ бұл менің нәзік темам. Енді өлең жайлы сөйлесек, сен өлең жазасың, қанша әнге өлең жаздың осы уақытқа дейін? 400-ден астам. 400-ден астам, мәссаған. Мен көрерменге айта берсем болатын шығар, сен маған хабарласқаныңды, иә? Иә, әрине. Мен өзім-ақ айта салайыншы? Иә.
ұйқым келмейді деген бір кезең болды өмірімде. Сол кезде бүкіл пресса дей ма, қалай еді енді, ақпараттық ұжымдар хабарласты, сұхбат бізге беріңіз. Енді неше түрлі небіреулер хабарласты енді. Сол кезде мен Нұржан ағама, братанға звондап, братан, мен ешкімге айтып бүтін жоқ, сізге айтайыншы деп. Айтқан кез болды. Соның сәті енді түсіп отқан сияқты. Айтшы соны, иә. Мен ақыры білмей кеттім. Не айтқысы келді ол жерде? Маған бірақ енді одан кейін айтылды ғой. Ол кезде кино түсіріп жаттым да. Содан кейін мен ештеңе түсіріп жатқан жоқпын, подкаст ештеңе. Сөйтіп сен ешқайда шақыра алмадым. Сан ой болған, сол кешке қарай бір шай ішейік деп шақырып алайын ба деп. Бірақ енді сен халыққа айтқың келді ғой бірдеңе, иә? Именно сіздің қасыңызда отырып айтқым келді. Айтшы. Ол бірақ одан кейін айтылды. Ол бір жағынан тізесі шыққан тема болды. Бірақ мен бұл жердегі хейт жайлы айтқым келеді. Адамдардың қабылдауы жайлы. Адамдар, енді ол түсінікті болды ғой, ақ қарасы ажыратылды, ол өлеңнің ешқандай кінәсі жоқ екені түсінікті болды. Барлығы жаңағыдай айтылу манерада екенін, ол кісінің өзінің шындығы бар екен, барлығын уже бәрі білет деп ойлаймын. Білмейтіндер өзі біліп алады. Просто мен сол жерде күйіп кеткенім, адамдар бүйтеді, менің қазақ тілімді, ана тілімді қорлайтындай, сен кім едің деген комментарийлер кетеді. Қорлайтындай не болды ол жерде? Қорлайтындай ештеңе жоқ та ол жерде. Ұйқым келмейді. Датаба уже ұлы адамдарға жүгініп, соларды уже қорған қыла бастадым ғой енді. Ұйқым келмейді деген Оралхан Бөкейдің романы бар. Сосын бірдеңе деп айтылатын өлеңдер талай Ерлан Жүніс сияқты талай мықты ақындардың өлеңдерінде кездесіп жатқан дүниелер. Ол жақта енді жоқ та, енді талай филологтар, жаңағыдай тіл жанашырлар барлығы түсіндіріп жазды Фейсбукта. Бұл жерде в общем гәп бұда емес деп ше. Сол кезде даже біздің әріптестеріміздің өзі қарамайды ғой. Ұйқым келмейді, содан соң ұйықтап кетем. Түсімде сені соңғы рет құшақтау үшін деген жол жазылып тұрды астында. Бірақ неге олай, неге ама? Сөйтсем адамдар шындыққа емес, өздері сенгісі келетін нәрсеге сенеді екен да. Соған деген кәдімгі күйіп пістім. Оған бәріне сол кезде мен былай деп түсіндірсем, одан сайын асқындыра беретін еді да. Сол үшін үнсіздікпен құтылдым да. Үнсіздікпен құтылдым, түсінетінде түсініп атты ол кезде. Бірақ енді датаво енді біздікілер неге ақ қараны ажыратамайды? Бәрі оққан адамдар ғой, көрермендер. Мен кінәламаймын, ертең енді осы сөзім үшін мен де не істеп жібермесе болды ше. Сен кім едің, бірдеңе деген. Просто мен енді сіздермен родноймын ғой енді мен. Бәріңізбен доспын, бәріміз бір қазақтың баласымыз. Просто ақ қараны ажыратып, біреуді сынардың алдында да қазір комментарий деген ойбай кәдімгі. Ана адамға қалай тиеді, ол негізі қалай болды, соның барлығын не істемейді ғой. Бәрі ыңғайлы. Төреғали полицейскийлер сүйреп алып кетті десе, бітті, халық жау қылып жібереді да енді ол жерде. Бірақ шын туайтына келгенде не болды? Оның үйтіп асуғынан не себеп болды? Енді бәрі сол ғой, бәрінің басында оқиға болады, бәрінің тура Төреш ағамыз сияқты бәрінде ситуация болды да явно. Бірақ періште ұқсап жаңағыдай бәрі сынайды деген сияқты. Мен мына нәрсені айтқым келеді саған. Сол кездері, сол хейт жүріп атты ғой. Сол кезде жаңағы мен 91-ның балдарына барғанмын. Не болды сол кезде? Заг үйленіп атма бір нәрсе болды. Барған кезде Заг айтады да, күшті ғой дейді мынаның тексті ше. Ол деген қара сөзден Қамрил дейтін жігіт қой. Сөйтіп қарайды да, негізі дейді, бекер күледі дейді мынаған адамдар ше, негізі мынау топ дейді сөздері. Өйткені сол сен айтқанда айтып жатыр да, әр жағын оқымаған ой деймін дейді да көбісі. Өйткені былай, жаңағы былай, дальше былай кетеді, күшті келтірілген ғой дейді, нетеді да. Қатты қиналдым ба хейттен?
мен мысалға жоқ ол енді ол былай алып қарасаң бір қатты бір трагичный жағдай емес қой енді мынау ше. Бір юмормен қарап өтетін. Просто мен қиналған себебім мен болмаған ондай хайт. Ондай жағдай болмаған. Еще жоспарсыз. Мен бәріне ұнап жүретін десе, мен ботақан едім ғой. Пәк едім ғой. Пәк едім ғой мен. Соны просто нежданчик болып қалды. Сондай қызық. И бір қызық история айтып берейін енді. Сонымен енді андай сонымен бұл әңгімеде бітетін сияқты десең. Сол ұйқым келмейтін жағдай болды ғой. Бір қызық әңгіме енді, қызық па қызық емес. Папам үйге 5 қой алып келді. Қой? Қой. Осыны семіртіп, ол кісінің қызығушылықтары жиі өзгеріп отырады. Сол уақытта қойға қызықты. Сөйтіп 5 қой алып келді үйге. Қозы ғой, қозы сәл бет подростық қойларды, қозылар енді. Сөйтті де өздері семьяны үйді бізге тастады да, өзі неге Алакөлге кетті, мамаммен бәрі. И бізге қойларға қараңдар деді. Шо деді, смело. Осындай, как положено. И ұйқым келмейді. Темасы басталып кетеді, бәріміз неде отырып. Не болып жатыр деп ше. Бір уақытта кешке қарай папам нар кіріп жатыр темаға, балам нормально бәрі деп ше. Уже асқынып бара жатыр да тема ше. Сөйтіп бір күн өтті, ертесі күні ояна салсам, пропущен, Нұрболат Абдуллин, бүкіл звондап тастаған, и интернет шулап қарғын болып жатыр. И сосын тұрды да, балам бәрі жақсы, қойлар не болып жатыр дейді ғой. Деп айтпақшы деп. Шөбін салынып жатыр енді. Өзім мияқтан маңырап жатырмын дейсің. Маңырап жатырмын, өзім маңырап. Шөбін бірақ інім салып жатыр деген сияқты. Нормально, просто өзім бір контроль жасап келгенмін ғой. И сөйтсем қойлар көлеңкеде бүйтіп 5-еуі тізіліп тұр да, көлеңкеде. И біреуі мен айтсам еркеншіде ше. Біреуінен мынандай ұзын маң қағып тұр. И бүйтіп тұр. Әрең тұр анағысы. Ауыздан сілекей ағып деп тұр да. Нормально деп ойладым мен мал көрмеген адам ғой енді. Нормально деп дальше интернет ақтарып ше. Сөйтсем ана қой уже өліп қалған ғой түстен кейін. Қой өліп қалған. Батя айқайлап жатыр. Ёп твою мать. Қарамайсыңдар ма малға, ана мынау енді. Сөйтіп ертесі күні бір қой өлді ма? Бір қой өлді. Бір қой минуста, 4 қой қалды. Иә, есептеп отырмын. Есептеп отырсыз ғой. И ертесі күні таңертең шығып қарасақ, тура солай тізіліп тұрып алған 2 қой тұр ғой уже. Мынандай немен ше. Деп ше. Сосын тұрды, сол күні сол 2 қой өліп қалды. 2 қой қалды. 2 қой қалды ғой, иә. Сосын қалған келесі күні сол 2 өліп қалды. Бүкіл қой өліп қалды ғой. Неден ол? Бір ауру ғой. Сосын мен неден деп өзім түсінбей жүрмін. Шөбін беріп жатыр, су бар, талғардың суы еще күшті қандай. Неге өліп жатыр деп ше сөйтіп жатыр қой. Сөйтіп мен бір ой келді да. Енді анаяқта кипиш, ана әңгіменің барлығы Алина Шакиевадан маған ауысып кетті ғой. Мынау издеваться еткен, бірдеңе, ақмақ, мал деген кетіп жатыр ма. Сосын ойладым, пап, может бұл сол елдің бәрінің сөзі малға тиіп жатқан шығар бірінші. Андай бәленің бәрі малға тиіп жатқан шығар деп едім. Ол кісілер енді үлкен кісілер. Иә деп, солай екен, бәленің бәрі сонымен кетсін, кегесін бір мал садақа береміз балам деп. Сөйтіп ұйқым келмейдінің арқасында 5 қойымыздан айырылып қалған кез болған. Сөйтіп топшыладым, ырымға салып. Бір жағынан жаңағыдай. Бірақ енді здравый смысл айтып тұр ғой, қойлар ауру қой болып келген. Білмеймін енді қалай ол мүмкін емес қой. Ауру қой болып. Мен сөйтіп ойладым. Просто нереально. Бірінші малға тиеді деп айтады ғой бізді қазақта. Еврейлер айтады ғой, сол малмен ақшамен алғаның дұрыс деп ше. Адамның өмірімен емес, денсаулығымен емес. И мейлі не бәле желе сонымен кетсін енді. Иә. Сол 5 қойды әлі сағынамын ғой. Менің семіздігім жайлы сөйлесейік. Неге семіздік дедің? Өйткені мен андай самоирониям қатты кетіп қалған сияқты.
кейде өзімде біртүрлі қыламын. Мысалы рөлдер ойнаймыз ғой. Рөлдер ойнайтын кейде мен сценарийіне араласа алатын кинолар болады өзі. Сол кезде өзімді жоқ, бәріне араласасың ғой сценарийіне. Сол кезде бір жай ғана бір сөздер нелер болса, жай ғана бір рөл болса, қатты бір кішкене ішім пысып, көңілім толмай кетеді да. Сосын өзімді андай бір қай жағынан бір жақсы жағынан емес, именно бір ел жымиятындай қылып көрсеткім келеді да. Соны еще өзім жасаймын сол жерде тұрып алып. Самоирония. Самоирония плюс миллион. Ол үлкен қару ғой, комиктер соны көп жасайды. Өзіммен издеваться еткен, енді өздеріңіз де байқаған шығарсыздар. Издеваться еткен сүйем өзіммен. Қаншалық дұрыс екенін білмеймін енді, бірақ маған ұнайды солай. Сол үшін сөйтіп айттым деп ойлаймын. Семіздік деп. Менің сол Америкадан бастап, енді біз енді ел мені білетін уақытта айтам ғой енді. Мысалы, сол 17-18 жасым деп есептесек, сол кезден бастап шашым түсе бастады менің, и салмақ қосу басталды ғой. Нұрлан аға әзілдейтін ғой. Сен әр бизнес сайын 10 килограмм қосып жатсың ғой деп. Сол сияқты салмақ қосу басталды, бірақ мен оның барлығын рухани фактор деп ойлаймын. Өзім күресіп жүрген бір мұңдарым бар. Былай қарасаң, вроде фигня сияқты, бірақ соны жеңе алмай келе жатырмын. Соны кейде бір қалай айтсам болады. Түсіндіре алмаймын. Мысалы, Англияның марқұм ханшайым неміз? Диана ханшайым? Патшайым. Диана ханшайым. Диана ханшайым сол өмірінің сол бір толқымалы кездерінде тамаққа сүйенген екен да. Тамақтан өзінің несін тапқан екен, жұбанышын. Заедать дейді ғой. Заедать, бірақ тамақтайын дейін десең, ел қатарлық жеп жатырмын. Үйдің үлкені болған стресс па? Стресс. Сен үйдің үлкенісің, сосын мен білуімше сенің інілерің, қарындастарың, олар жаңағы шоу-бизнесте емес, кино-бизнесте емес. Бұлай қарағанда семьяны алып шығатын сен болып тұрсың ғой, қазір. Бұлай. Соны сезінесің бе? Сондай бар ма сенде? Бар. Ол да стресс шығар. Стресс, ешкімге сенбеу. Жоқ, сенем ғой, әкеме, анама сенем. Бірақ олар маған көбірек сенеді да. Сол жауапкершілік бар, мойнымда тұр. Оның өзі бір стресс. Қазір отбасымды өзім асырап жатырмын. Ол да бір стресс. Бірге тұрасың ата-анаң? Бірге тұрам, Стресс көп қой менде. Кино шығайын деп жатыр десе, ол да уайым. Ол да уайым, Қысқасы, мен өзімнің мынау толып кеткенімнің нақты себебін, дәл себебін мен эфирде айтамаймын. Бірақ бір себебі бар. Бірақ мен оны айта алмаймын. Онымен жұмыс істеп жатырсың, бірақ онымен жұмыс істеп жатырмын, бір уақыттар сондай бір уақыттар болып кетті. Рухани да, дүнияуи де, бір сондай бір шашыраңқы кездер ше. Сол кезде шаштың түсуі басталды. Әйтпесе мен баяғы шашым деген ой бұл. Бұлай лақтырып. Арасынан қауын тауып алып ше. Сондай ма? Сондай айтығым ғой. Салмақ деген қылдай балатығым. Сөйтіп кетті. Бірақ енді негіз бар ғой. Өзім сила ойлым жетпей жүр деп ойлаймын мен ше. Жүгіріп, адам құсап, кішкене авокадо жеп. Сәл енді нанды азайтып сөйтсем, тез тастаймын, негіз бар ғой. Тез тастаймын. Өзімнің де бір қажыр қайратым жетпей жүр ғой. Бірақ енді не үшін семіріп кеткенімді айтамаймын. Оны түсіндік, Оны түсіндік. Мен де біліп отырмын енді примерно.
главный арықтап кетпедім ғой. Бізде Арықтап кетіп жатқандар да бар десе. Жағдайы жоқ дейтін нәрсе бар ғой. Иә. Арықтап кетсе, толып кетсе, молодец, семіріп апты дейтін. Семіріп апты. сөз бар, иә. Бірақ маған уже андай қылып жатыр да андай. Шлей деп ше. Бар ма сондай айтатын? Иә, ой, күнде ғой. Жардай болып семіріп апсың. Үйде ше, үйдегілер қалай? Үйдегілердің номер один уайымы осы. Айтама намектап? Намектап емес, прямой айтады. Аз балам. Мамам. Еще бәрін істеп қойған өзім, азу үшін жағдайдың бәрін ше. Бәрі бар үйде, дорожка бар, турник, груша. Жаңағы бәрі бар енді, полный. Авокадо да бар, жаңағы ше. Бірақ енді сила воли жоқ болып тұр ғой. Арықтаймын, бірақ кеп қалдым, құдай қаласа. Сәл қалды. Бірақ осы мен арықтағаннан бірдеңе өзгеретін болса, сол кезде көрермін ағайын. Негізі бар ғой бізде сондай нәрсе. Жаңағы фатшейминг дейді ғой енді. Біреудің несіне, дене бітіміне, фигурасына қарап тиісіп па? Иә. Сондай айтатындар бар. Мысалға қазір батыста кішкене керісінше бодипозитив дейтін нәрсе бар. Сен қандайсың? Қандай дене бітімің қандай? Сен солай қабылдайды, иә. Сен Лиззо дейтін әншіні білесің бе? Лиззо? Білмеймін, бірақ аты қызық екен. Толықтау келген, ол ештеңеден ұялмайды, былай қарнын көрсетіп, инстаграмына кірсең, жаңа халаттың ашылғаны ойнамай қалады. Одан да мықты видеолары бар. Ұялмайды, не қылмайды, қабылдайды да өзін солай. Сөйтіп, кәдімгідей суперстар ғой? Иә. Америкада. Ешқандай несі жоқ. Әйел адам, иә? Әйел адам. Әйел адам. Жақында бір скандал болды енді. Біздің әңгімеге қатысты ғой. Неғылмай қойған. Сондай болады. Андай үйдегілердің айтқаны қалай қарайсың өзің? Давление ма? Жоқ, маған вообще сөз әсер етпеді ғой. Мен уже андай не болып қалған ғой, қатып қалған ғой уже. Мынандай не ше. Баяғыда ойбай деп, не болып жатыр деп ше. Бәрін сөз, не кәдімгі дым әсер етпей қалған ғой маған қазір. Өзім қалай дұрыс деп ойлап сөйтіп жүре беремін ше. Оның жақсы екен, ол да бір не ғой, защита ғой. Әсер етпейді, білмеймін, уже үйреніп қалдым ба. Баяғыда таңертең түскі таңғы 11-де кіріп дайректіңе қыбас деп боқтап кететін ше. Сосын әркім әртүрлі ойларын жаза береді. Елеге жаңағыдай суреттің астына болмаса не. Жалпы өмірде де кездесіп жатқан адамдар. Мен еще бірдеңе деп айтып қалуға ыңғайлы болып тұрады өзім түрім меніңше. Соның барлығы жиналып уже маған тасқамал болып кеткен уже. Басында Еркош десе жүрегім ауыратын ғой. Неге мен Еркош деп жатыр? Еще екінші частьтен бастап Еркош-Перкош қосылды ғой. Еркош-Перкош. Сол маған ауыр тиетін басында. Йо-майо. Нұрлан ағаны кінәлап кетіп ше. Мен сөйтіп жібердіңдер деп ше. Болмаса келісіп тұрған өзің. Сөйтіп, неге олай деп қиналып кәдімгідей. Мүмкін ол да әсер етті ма, мен семіріп кетуіме, может быть ше. Шурик деген сияқты болдым ғой, братан. Шурик. Шурик танымал орыстың әртісі ғой енді. Бірақ өмір бақи Шурик болған үшін қиналып. Режиссерлар алғысы келмеген ғой, көбісі Шурик деп қабылдайды деп оны. Иә. Қарапайым халық простой ғой, олар Шурик деп қабылдай береді, иә. Сон Шурик болдым ғой мен де деп ше. Сөйтіп, деп қиналып, примерно біліп елестетіп отқан жарсыз енді тоже. Оңай емес, тоже по-своему ше. Кейде балалармен отырып, Еркош болу оңай емес десем, айырылып күледі. Сөйтіп оның нелері бар да, көлеңкелі тұстары. Әркім өзін туғансын көргенде бүйтіп әңгіме айтып жібереді. Қазір енді ондай азайды, бірақ сол кезде одан өзінен бір позитив іздеуге тырысып, керісінше
жақсы жағын көре біліп сөйтіп өз өзіммен жұмыс істеп жүрдім тоже сол уақыттарда. Негізі көп адамдар олай біле бермейді, ана жазылған хейт қатты әсер етеді ғой. Ше маған да комментарий жазып кетіңдер мына жерге. Хейт болса да көреміз. Мынандай ғой, мен баяғыда ұят барады дейтін бір программа жасағанмын неде, Гакуде. Білеміз ғой, көріп өстік қой. Өстік қой. Татуре ғой. Соның бірінші выпуск шығады. Білмеймін, маған нормальный сияқты болды. И жұрт қабылдай алмады да, өйткені маған дейін ешқандай ведущий болмағанда каналда, просто клиптер жүрген. И бац, мен шығам да, и кім бар, білмеймін ана жерде. Баянның клиптері ма, біреудің клиптерін кәдімгі ешқандай авторитет жоқ. Маған ұрып әзілдерімді айтып, анау-мынау минустарын әзілмен айтып, сөйтіп кетіп қалдым. Клип шығады, бізде бір жігіт бар еді, сол жаңағы ютубқа салатын Гаккудегі нелерді, видеоларды, сол салды. Содан кейін үйге қайтайын деп жатқанмын. Сосын телефоннан кіріп, ашып көре салдым. Хейт қой, бірыңғай. Сосын андай хейт болған жоқ. Мынау орынсыз, мына жерде қатты кетті, мынаның сезіміне бір тиіп кетті-ау, мынаның көңіліне тиіп кетті-ау дейтін жоқ, кәдімгідей ақ ит кіріп, көк ит шығып жатыр ауыздарынан ана жерде ше. Сөйттім де мен балаларға айттым, кеттік бір PlayStation ойнайықшы деп ше, ештеңені ашпай ақ қояйыншы дедім да. Үйге барған жоқпыз. Жұмыстың жанында PlayStation ойнап отырық, андай не ғой, бетін каменный ғой, бетонның істелген ше. Ойын бәрі ана жақта. Бір кезде қарайым, ана жақта коммент өте көп келіп жатыр, бірінен кейін бірі келіп жатыр. Кәдімгідей өзімді жек көріп кеттім да. Сөзі мен ойладым, мен шынымен дұрыс емес шығар. Ол неде емес, материалдың сапасында емес, менде шығар дедім да. Жаңағы, мен не деймін ғой, менде самоирония көп та, мен айтамын да, мені жаратқанда Құдай особо ставка жасамаған шығар маған деп ше. Атымды да солай қоя салған, Нұржан есіктің алдында жүретін бала. Нұржан. Сөйтіп әзілдейтінмін да, и соның бәрі келеттен жерде мен отырып, мәссаған демек шынымен ешқандай талантым жоқ. Мен әшейін бір жаңағы мына жерге кездейсоқ келген адаммын, істеген нәрсемде туфта, сөйтіп өзімді өзім жеп қоямын ғой жерде ше. Бір темекіден соң бір темекі кәдімгідей нетіп кеткенмін, қиналып кеткенмін. Содан кейін ертесіне айттым балаларға, комментті тазартасыңдар ма дедім да. Ауыр тиіп жатыр дедім да. Өшіргім келіп ше ананы сөйттім, сосын олар айтты, ода тұрған ештеңе жоқ деді. Жаза берсін, жазады да қояды ғой деп ше. Олар қандай көрінгенмен маған ауыр анау ше. Одан кейін мейлі дедім да, вообще қарамайым дедім, жүрдім, вроде ұмытқандай болдым, сөйтіп бір аптадан кейін екінші шығады, екінші выпуск. Қайтадан кетеді жаңағы нәрсе, содан кейін вообще коммент оқымайтын болдым ғой. Өтте жаңағы ауыр тиді. Одан кейін депрессия болды менде, бірақ енді бұл оған дейін біраз уақыт бұрын, 1-2 жыл бұрын сөйткен. Сосын андай депрессияға түскен кезде өзің іздейді екенсің ананы ше. Сол выпустарды тауып, соның комменттерін оқып ше, өзінің ничтожество екеніне тағы да бір көзін жеткізейін деп ше. Сондай кездер болған, мен сені жақсы түсінемін. Ана хейт бойынша сенде адамдар бар ма тазартатын? Жоқ, ондай мүлдем жоқ. Ешкім тазартпайды, қалай бар солай келе береді, тіке ғой. Көңіліңе қатты тиген коммент қандай болды? Ой, ондай көп. Көп тема? Жоқ, көңіліме тимейді. Жоқ, көңіліңе тиіп барып үйреніп кеттім да енді. Бірден тимей қалу деген жоқ қой. Қазір уже андай не бар да енді бір жаңағыдай иммунитет дей ма? Ал кәдім тиген көп. Мен үйленген кезде ойбой кәдімгі келіншегіме жазып ше андай. Мұнан вкус жоқ па деп ше. Ойбай. Вкус жоқ па нан деп. Еще мынандай патология. Қатысы жоқ қой, қатысы жоқ. Келіншегіме рахмет әйтеуір. Вкус жоқ болса да әйтеуір төзді ғой десең. Өзің келісесің бе? Патологы мынау болды, бүйтеді ғой. Бір қалада квартирада
тұрып жатырмыз да, роддом алдынан алып алғанбыз, келіншегім 2 қабат кезде. Сол кезде лифтта келіншегім екеуміз, бір әйел тұр да, тұрды да, мен танымайды ана әйел ше. Бүйтіп тұрды да, кто он дейді там келіншегіме. Муж дейді. Бүйтіп қарады да, мен, что ты в нем нашла дейді ғой. Ойба. Мен уже үйреніп кеткенмін ғой ондай нәрсеге. Бірақ сәл әсер етті анау бәрібір ше. Әсер етеді ғой анау. Айтып, Арнольдты да ренжітетін сөздер ғой мынау. что ты в нем нашла дейді. Үндеген жоқ келіншегіміз. Деді да, енді ауыр нәрсе ғой енді. Сөйтіп 2-3 күннен кейін ба, ана кісімен дворда алдында тұрмыз. Мен бүйтіп тұр едім, ана кісі бүйтіп артына шағалды да, здравствуйте, көрші ғой енді. Бүйтті темекісін алып деп шығарды да, я до сих пор удивляюсь дейді ғой. Что она в тебе нашла дейді ғой. Екінші рет қой. Біріншісіне ладно байқамай айтып қалды дейсің ғой. Енді жарайды енді, может, под градусым айтып қалды. Екіншісінде де айтып тұр ғой. Ойладым, өзі ғашық емес па деп. Сөйтіп. Бір нәрсе деп айттың ба, жауап бердің бе? Жоқ. Не дедің? Что нашла деді. Білмеймін не айтқанымды. Или вообще айтпадым, или бірден айттым, есімде жоқ. Бағана сөз есімде қойған ғой. Явно оған қарсы ештеңе айтқан жоқпын да. Мүмкін өзім де сол оймен келісіп тұрдым ба десек. Сондай қызықтар болады. Бір кезде ондай көп болған. Бір кезде мен бір өзімді аянышты қылып көрсету үшін айтып жатқан жоқпын. Түсінтім. Просто душевный әңгіме. Құдай сақтасын. Енді басымызды қорлыққа бермейміз ғой енді, бірақ сіздермен сырласу, елмен сырласу. Келіншегімді түсірілім алаңына апарамын ғой, бір сериалға түсіріп жатқам. Ол кезде жүріп жүрміз. Қызым, жоқ, енді үйленгенбіз, енді үйленген кезде сөйтіп тұрды да, ой, деді да бір актриса, атын айтпай-ақ қояйын. Келіншегімен кіріп келсем, ой, осы ма келіншегің дейді да. Я апай дедім. Деді да, ана кісі бүйтіп тұрды да. Сөйтіп мен бүйтіп кетіп қалғанмын ғой. Еще поварды ойнап жатырмын шеше. Урод болып жүрмін ана жерде. Сөйтіп қасына отырғызып алып сұраған ғой, неге тұрмысқа шықтың деп ше. Неге? Білмеймін. Түсінбеген ғой енді. Келіншегім соска ғой енді. Ол кезде вообще демейді десең. Сосын айтады ғой маған таңғалып. Маған сөйтіп айтып жатыр. Дедім да қойдым, не деймін енді. Сондай моменттер көп. Үйленген кезде енді деген. В общем, не болса да. Бірақ Аллаға шүкір, сонымен қатар махаббатына да бөленіп жүрмін. Елдің шүкір. Мен просто бір көлеңкелі тұстарын айтып жатырмын деп ойлаймын просто. Әрқашан еркелетіп, әрқашан қошеметтеп жүреді бәрі. Келіншегім екеумізге батасын беріп жүреді бәрі. Просто кейбір адамдар бар деп айтып жатқаным ғой. Бар. Мен өзім айтар болсам күшті жұпсыңдар екеуің көрген кезде. Екеуің үйленбей тұрып мен бір рет сендер Республика сарайының жанында көріп қалдым ғой, помнишь? Екеуің қыдырып жүрсіңдер. Есіңде жоқ па? Есілдерім сода болған шығар, может. Крышан келіп жүрген кез. Сөйтіп көргенмін, күшті пара деп сөйтіп неғам өткенде әйелім де көріп күшті пара екеуі деп сөйтіп айтып жатыр. Рахмет. Рамазан, білесің, мен сені қалай жақсы көретінімді, өзімнің бауырым деп есептеймін. Саған енді осы мүмкіндікті пайдаланып алғысымды айтып қалайын. Біздің де киноға келіп түсіп кеткеніне ешқандай даже төлемей-ақ та қой деп айтты. Таза шындық, ешқандай жоқ деді. Біз сәл де болса не етейік, біз ырымдайық деп ең болмаса сөйттік енді. Соған алғысымды білдіремін. Даже ырымдатқызған жоқпын десең. Саған ризамын, жаңағы жұрттың айтып атқан хейттары ол бола береді.
саған да маған да ол не қылмайтын нәрсе. Мынандай бір нәрсені түсіндім мен. Бір хейт жазған адам, мен танимын да ол адамды кәдімгідей ше. Сол хейт жазғанда содан кейін бір рет бір көріп қалып бірге сөйлесіп бірақ айтады ренжіме деп ше. Ал болды енді сондай деп спокойно арам ой болған жоқ дейді әр жағында ше. Знаешь, кейбір адамдардың әр жағында ешнәрсе болмайды, былай айта салады, біз оны былай қатты қабылдап жатамыз, мән бермей ешкімге. Түрің соска, юморың топ. Жоқ, серьезно айтайын саған, өте адам жоқ, рахмет. Бірақ енді түрім соска екенін білемін. Мен осы түрі берсе екен деймін маған. Сен түрің андай положительный ғой. Сен антагонистті ойнауың қиын. Сен түрің добрый да, өз сондай. Соны айтып жатырмын саған. Рахмет. Ешкімге мән берме. Әрине. Жоқ, енді елдің махаббатын сезгеннен кейін бәрібір мүмкін елдің махаббаты ма мені семіртіп жіберген, может. Осы болса екен десең. Шүкір ғой енді. Прям неблагодарный болып отырса, істен келмей кетеді ғой енді. Шлеп бәрін киноға түсіп жатыр, сосын бәрі жамандай берсе де өтіп бұндай мотивацияң кетіп қалады. Шүкір барлығы Аллаға мыңда бір тәубе етемін. Оның барлығы бір Құдайдың мені жолымды ашып тұрған шығар. Шүкір түскен кинолардың барлығы да әйтеуір біреуі табысты, біреуі Аллаға шүкір соңғы түсіп жатқан киноларымды өздеріңіз жазып жатырсыздар, бірге істес болып жатырмыз. Шүкір әлі бір провальный жоба жоқ, соған бір жағынан қуанам, соған бақытты боламын, сондай бола берсін деп тырысамын. Соның барлығы енді қошеметші көрерменнің арқасы деп ойлаймын ғой. Сондықтан мен бүкіл осы подкаст көріп отырған жандар болса, барлығын қатты жақсы көремін. Барлығына мен өзімнің шын сезімімді жолдағым келеді. Бәрін жақсы көремін. Андай уже жаңағы біз жаман нәрсенің бәрін айтып тастадық деп ойлаймын енді, жаңағыдай хейтерлер жайлы. Оның барлығы жүре түзеледі. Сосын мен байқағаным, сен өте жаңа қазірде солай істеп отырсың ғой. Андай благодарный дейді ғой. Сен сондайсың да. Постоянно әйтеуір бәрі рахмет деп сөйтіп жүресің да. Мен кейде сондай моменттерде бір кәдімгідей ойланып қаламын да өзім. Мен неге сондай емеспін деген сияқты. Сіз өте благодарсыз. Мен ана банк благодарности деген приложение көшіріп алдым. Жыл басталған кезде, осы қай жыл қазір? 2023 болу керек. 23 басталған кезде мен банка благодарности деген приложение етіп алдым. Соған жазам. Өйткені келіп аққан нәрсе бір как должное сияқты қабылдап кеттім ба деп қоямын да. Мен негізі өте жол болушы адаммын да. Әйтпесе мұндай түрмен алысқа бармайсың. Жоқ, сіз соскасыз деп обратно айтсаң. Банка благодарности көшіріп алдым да, сөйтіп жазып отырам өзімнің жаңағы алғысымды білдіруге тырысам любой жерде. Сосын менде мынандай бір әдет пайда болыпты. Басымды изеп рахмет айтып кету, бір кафеде неден шығып бара жатқан кезде ал рахмет сау болыңыздар деп осылайынан ше. Өткенде жаңағы массажға барғанмын ғой. Әйелім айтқан ғой, массажист осындай бар деп соған жазған, мен барғанмын. Сөйтіп оған да сөйтіп кеткен ғой. Ол кісі бірінші рет көріпті да ондай адам ше. Осылай изеп бір андай японец, корейстер сияқты сөйтіп кеткен ғой. Сөйтіп менде кәдімгідей пайда болып жатыр сол енді благодарность дейтін нәрсе. Өте жақсы нәрсе. Келіп жатқан нәрсе бекер емес қой. Риза болу керекпіз соған. Алғысымызды айтамын. Әкем тәрбиеші шығар. Мың жасасын әкем. Рахмет. Айтқаныңыз келсін. Енді менде, мынандай нәрсе бар. Бір сыйлық беріп отырайын ба деп ойлағам осы подкастта әр келген қонаққа. Мынау Кадзуо Исигуро дейтін британдық жазушы. Негізі жапондық, әке-шешесі Британияға көшіп кеткен, британдық жазушы саналады. Нобель сыйлығын алған, соның жоғалтып алма сен мен дейтін. Аты күшті екен, иә.
ағылшыншасы Never Let Me Go. Жаңағы не клондар жайлы клонирование дейтін бір ауыр тақырып бар ғой. Сол туралы жүрегіңді бүйтіп жұлып алатын кітап. Менің достарым бар, Фолиан баспасы соны қазақшаға аударған. Көп рахмет, братан, от души. Кітаптан үлкен сыйлық жоқ дейді. Сосын қуанып отыр. Мен де көрермендерге жүрегін жұлып алатын бір сыйлық жасағым келіп тұр. 7 қыркүйектен бастап әкеге апарар жол атты тамаша туындымызды тамашалауға шақырам. Мен енді кино саласында бала күнімнен Құдайдың қалауымен жүрекем 13 жыл болған екен. 10 жасымнан бастап айналайын телехикаясы арқылы елмен таныстым. Сөйтіп қазір 2023 қателеспесем. 13 жыл болған екен ғой. Сол уақыт бойы жинаған тәжірибем деп айтпай қойын. Сол уақыт бойы жүрген әлемім, сол кино әлемінде алғашқы өзіме қатты ыстық болып тұр енді. Жобамды сол сүйікті көрерменге ұсынғалы жатырмын. Келіңіздер, сіздермен кинотеатрда көрсететін болсам, шексіз қуанышты болар едім. Әкеге апарар жол. Комментарийде Рамазанға ақ жол деп ұшып бараққан ақ кептер болады ғой. Соның эмоджин қалдырып кетіңдер. Өтініп сұраймыз. Қолдауларыңды сезінсін. Сол рахмет саған көп-көп. Билет ойнатамыз ба? Билет? Ойнатқың келе ме? Жабық көрсетілімге. Окей. 2 билет. Шарттары сіз өзіңіз жазып қоясыз ба? Өзің айтса қандай шарт? Шарттары ма? Осы видеоның астына жаңа қандай эмоджи дедіңіз? Ақ кептердің. Ақ кептердің жаңағыдай смайлигін кім ең көп жібереді, соған 2 билет. Ең көп жіберген адам, ақ жол деп ақ кептерді саласыңдар. Ең көп жазған адам. Ақ жол деп жазып жіберіңіздер, ақ кептерлер. Мен арқылы береміз, Болды. Кеттік. Сол, рахмет. Күшті болды, әдем болды.